Ашшыбұлақ ауылдық округі 4 ауылдан тұрады. Түймебаев, Жапек Батыр, Көкқайнар, Төлеби ауылдары және 48 саяжай бар. Округ тұрғындарының саны статистикалық есеп бойынша 2021 жылдың 1 қаңтарына 33.858 адамды құрады. 997 кәсіпкерлік нысан тіркелген. Сондай-ақ 83 шаруа қожалығы жұмыс істейді. Округ аумағында 8 орта мектеп бар. Бала санының көптігіне байланысты аталған мектептер 3 ауысымда жұмыс істейді. Осы 3 ауысымды азайту мақсатында 2022 жылы округте 2 орта мектеп қолданысқа беріледі деп күтілуде. Оның бірі Жапек Батыр ауылындағы 900 орындық мектеп. Бұл мектепке Береке, место под солнцем, Жомарт, ветеран, Күншуақ агроның балалары қатынап оқиды. Сондай-ақ 1500 орындық тағы бір мектеп Көкқайнар ауылында салынуда. Ол Ақжол, Батыр, Жерана, Көкжайлау, Жарқын жастар, Нариман, Шартас, Нариман 1, Райымбек, место под солнцем 2, Нұр Атакен, Жеңістау, Юрий, Тілектес, Садовод, Болашақ, Достық 2030 тағы басқа саяжайларды қамтиды. Ал 2021 жылы Түймебаев ауылында 650 орындық Монтессори академиясы жекеменшік мектебі ашылды. 2022 жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде Capital Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақжол саяжайына 1200 орындық жекеменшік мектеп құрылысын бастайды. Осылайша біршама жұмыстар қолға алынып, 3 ауысымды мектептерді азайту көзделген. Айта кетейік, округ бойынша бір мемлекеттік балабақшада 140 бала, 47 жекеменшік балабақшада 4150 бала тәрбиеленуде. Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Ашшыбұлақ ауылдық округінің Күншуақ агро саяжайында 150 орындық Беби Таун жекеменшік балабақшасы ашылды. Сонымен бірге белгілі қоғам қайраткері Аружан Сайынның қолдауымен арт спорт мемлекеттік бағдарламасының негізінде округтегі 4 және 18 жас аралығындағы 400-ге жуық бала Аманат, Шабыт, Толағай, Кәусар, Дарын, Айзере, Арстан Прайд, Алан шығармашылық және спорттық үйірмелеріне тегін қатысуда. Түймебаев ауылындағы орталық стадион жанынан мәдениет үйінің құрылысына 1 гектар жер телімі қарастырылып, жобалық сметалық құжаттарын дайындау жұмыстары жүргізілуде. Аталған жобаға қаржы бөлінсе, округте мәдениет үйін салу жоспары бар. Округ көгілдір отынмен 100% қамтылған. Бүгінде округ халқының 67-де 1% газға қосылған. Алайда халық санының ұлғаюына байланысты былтырғы жылдан бері газ қысымының жетіспеушілігі байқалды. Газ қысымын қалыпқа келтіру мақсатында Алматы газ сервис холдинг акционерлік қоғамы былтырғы жылы 700 миллион теңгеге автоматты газ бөлу станциясын салды. Бұдан былай тұрғындар газ тапшылығын сезбейді деген сенім бар. Ашшыбұлақ ауылдық округіндегі елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына мемлекеттік бюджеттен 36 миллион 616 мың теңге бөлініп, Түймебаев ауылындағы орталық спорт алаңы мен Жапек Батыр ауылының Абай көшесіне стрит воркаут және жаттығу құрылғылары орнатылып, халық игілігіне берілді. Сондай-ақ өткен жылы Көкқайнар ауылы Бәйтерек көшесін абаттандыруға зерттеу жұмыстары жүргізіліп, 2022 жылы жобалау сметалық құжаттары жасалады. Бұдан бөлек Түймебаев ауылының Алматинская көшесінде көпқабатты үйлердің ауласына балалар ойын алаңын қайта қалпына келтіру жұмыстары қолға алынбақ. Сонымен қатар Жапек Батыр ауылы Қожанов көшесіне жаңадан балалар ойын алаңын салуға сметалық құжаттары дайындалып, биылғы жылы құрылысы басталады. Екі 2021 жылы округты абаттандыру, қалпына келтіру бойынша көптеген жобалар қолға алынып, жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Түймебаев ауылы Аптечная және Алматинская көшелерінің қиылысын кеңейту бойынша осы ауылдағы Алматинская көшесінен Ғабдулин көшесіне дейінгі жолды жөндеу және жаяу жүргіншілер жолын салу. Жапек Батыр ауылы Жамбыл көшесіне ұзындығы 800 метр болатын жаяу жүргіншілер жолын салу.
номері 43, номері 44 орта мектептерінің жанына автомобиль тұрақтарын салу. Көкқайнар ауылынан Ақжол саяжайына баратын жолдың бұрылысын кеңейту. Түймебаев ауылының Алматинская көшесіндегі Жомарт Прудхозная және Аптечная көшесіндегі Нұрғазиев аялдамаларының қалташасын салу. Аталған жұмыстарды 2022 жылы жүзеге асыру жоспарлануда. 2021 жылы Көкқайнар ауылының Бәйтерек көшесі мен Батыр саяжайын жалғайтын көпірге 18 дана түнгі жарықтандыру шамдары орнатылды. Бұл өз кезегінде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар. Өткен жылы Ащыбұлақ ауылдық округі Түймебаев ауылының Прудхозная, Озерная және Жетісу көшелеріне асфальт жабындысы төселіп жасалған көшенің жалпы ұзындығы 2 шақырымға жуықтайды. Көкқайнар ауылының Бәйтерек көшесі де жөндеуден өтіп, тақтайдай тегіс жол мен жаяу жүргінші жолы жасалды. Жол жасау мұнымен шектелген жоқ. Мәселен, Көкқайнар ауылының Салқам Жәңгір және Қарсақбаев, Түймебаев ауылының Өтеген Батыр көшесі, Жәпек Батыр ауылының Маметова, Новостройка, Рақшев көшелеріне, Төле би ауылының Молдағұлова, Набережная көшелеріне қиыршық тас төсеу жұмыстары атқарылды. Сонымен қатар, Жәпек Батыр ауылының жаңадан қолданысқа берілетін орта мектебі Школьный көшесінде жөндеуден өтіп, асфальт төселді. Бұдан бөлек, Жомарт саяжайының аралығындағы каналдың үстіне жаяу жүргіншілерге арналған көпір салынды. Сондай-ақ өте өзекті мәселеге айналған Көкқайнар ауылынан Ақжол Жарқын жастар, Береке, Нариман 1, Шарташ, Жеңістау, Ягодка, Батыр, Нұркент, Жерана саяжайларына дейінгі аралыққа жалпы ұзындығы 3,5 шақырым асфальт төселіп, орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұдан бөлек Жәпек Батыр ауылының орталығы Алтаев көшесінен Береке, Металлург, Алмагүлді, Виктория, Бодрыс саяжайларына дейінгі аралыққа да тас жол мен жаяу жүргінші жолы жасалды. Оның жалпы ұзындығы 3,4 шақырымды құрайды. Айта кетейік, былтырғы жылы округ әкімі Жасұлан Шералыұлы президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында 400-ге жуық адамды жеке қабылдады. Сондай-ақ ауыл тұрғындарымен 50-ден астам жиын өткізді.